Сәлем, құрметті достарым. Бүгінгі видеода баланың желденуі, ішінің желденуі немесе іш ауруын қалай емдейміз, сол туралы алдағы видеода көресіздер. Алдағы видеода мен өз қызыма ішіне массаж жасап көрсетемін. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыз. Дүниеге келгеннен кейін нәрестенің 2 апта өткен соң ішке буы, іш желденуі немесе колика, яғни іш ауруы мазалай бастайды. Ол 3-4 айға созылуы мүмкін. Белгілері: кенеттен бала тоқтамай жылайды, 2 аяғын ішке қарай жинап үздіксіз жылай береді. Мұндай кезде ештеңеге көнбейді, тіпті анасын омырауда оны жұбата алмайды. Тамақтан бас тартады. Баланың ішін ашып қарасаңыз, іші үлкейіп, керіліп, қатты болып тұрады. Мұндай белгілер көбіне кешке қарай мазалайды. Бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Қалай көмек береміз? Іш желденгенде пайдалы жаттығуларды жасаймыз. Бала іші желденіп тұрса, ұстап қарайсыз, қатты болып тұрса, массаж жасайсыз. Сағаттың тілі бойынша айналдыра массаж жасайсыз. Осылай 10 рет, 20 рет болса да артық етпейді. Осылай жасайсыз. Осылай. Сосын аяғын былай көтересіз. Аяғын осылай. Іші желденген кезде ішіндегі желді шығару үшін осы аяғын осылай бірнеше рет кезекпен кезек былай осылай 30 секунд ұстап тұрасыз. Осылай. Келесі жылу басасыз. Баланың ішіне жылу басасыз. Жылы матанысыз. Өтет деп аласыз да, жылы пеленкасын өзінің матаны или осылай жылу басып кішкене ұстап тұрасыз. Болды, осы әдістерді қолдансаңыз, ішін желденуі кетеді деген сенімдеміз. Емі дәрілік емес, емі медициналық арнайы укроп суы немесе тұнба жасап, анасы өзі ішсе, ана сүті арқылы балаға беріледі. Дәрілік ем, эспумизан, буботик беруге болады. Алдын алу үшін емізуді дұрыс ұйымдастыру керек. Бала емгенде омырау үшін ғана емес, ареоласын қамту керек. Емізер алдында баланы ішімен жатқызу керек. Еміп болған соң тігімен ұстап, іштегі ауаны шығару керек. Жасанды сүтпен тамақтанатын балаларға арнайы антиколикі бөтелке пайдаланған жөн. Анасы тағам рационын реттегені жөн. Ал достар, видео ұнаса лайк басып, комментарияға өз ойларын жазып кетіңіздер. Осындай жағдай сіздерде болды ма? Лайк басуды ұмытпаймыз достар. Сау болыңыздар.